Ертеректе жылдар бойы Аллаға құлшылық жасаған бір діндар кісі болған екен. Аллаға құлшылық ұрудан басқа жұмысы болмапты. Күндердің бір күнінде халық келіп оған бұл өңірде ағашқа табынатындар бар деп хабар береді. Бұған ашуланған діндар балтасын мойнына асынып алып ағашты шабуға барады. Сол кезде шейх кейпіндегі шайтан жолға кетеді. Шайтан қайда бет алғанын сұрайды. Әлгі діндар ағашты шауып тастауға бара жататынын айтады. Сонда шейх тұрып, сенің онда не шаруаң бар? Ғибадатыңды тастап ағашты шауып бара жатқаның қайсасқаның? Одан да келген ізіңмен кері қайт та құлшылығыңды жаса дейді. Сонда әлгі кісі, бұл да менің бір құлшылығым деп айтады. Шайтан болса, бұл ағашты кесуге рұқсат бермеймін деп екеуі алыса кетеді. Діндар кісі шайтанды алып ұрып астына жығып алады. Сонда шайтан, мені босат, өзіңе айтарым бар. Шындап келгенде сен бұны жауапты емессің ғой. Өзің ағашқа табынбайсың. Басқаларда не шаруаң бар? Алла тағала жер бетінде көп пайғамбарлар бар. Қаласа бұл жерге біреуін жіберіп алып ағашты құлатқызады деп айлаға басады. Жоқ, мен міндетті түрде ағашты шабамын деп қайтадан шайтанмен алысып екінші рет жеңіп оның көкірегіне отыра қалады. Сонда шайтан, мені жібер, мен саған керемет бір ұсыныс жасайын. Бұл саған да маған да тиімді дейді. Сол кезде діндар, қандай ұсынысың бар ал дейді. Сенің түгің жоқ пақыр кедей екенсің. Өзгелерге де күнің түседі екен. Сен де менің қатарым сияқты басқаларға жақсылық жасағың келеді, солай емес пе дейді. Иә, жасағым келеді дейді. Олай болса сен бұл істен бас тарт, үйіңе қайт. Күнде таңертең бас жағыңа 2 алтын қойып кетемін. Бұларды қалағанша пайдаланасың, қалағанша кедей-кепшікке бересің. Бұл сен үшін ағаштан шабудан да артық. Өйткені ағашты шауып тастағаныңнан бұл әрекетіңнен ағашқа табынатындардан зиян келмейді, басқаларға да пайдасы жоқ дейді. Діндар біраз ойланып, айтқаныңның жаны бар екен. Мен бұл ағашты шабуға мәжбүр болатындай пайғамбар емеспін ғой. Алла тағала шап деп те әмір еткен жоқ. Шаппасам оның бұйрықтарына қарсы шыққан болмаймын. Бұның айтқаны өте пайдалы деп ойлап онымен келісіп тарқасты. Түнде жатып тұрғанда жастығынан шынымен де астынан уәделескендей 2 алтын табады. Ертесі күні де дәл сондай болады. Одан кейін алтын келмейтін болды. Алтындары сап тиыла қалғанын көрген діндар қайтадан балтасын алып жолға шығады. Жолда әлгі шейх кейпіндегі шайтанға қайтадан жолығады. Ол діндардан қайда бет алғанын сұрағанда ағашты шабуға бара жатқанын айтады. Шайтан оған, сен енді ол ағашты құлата алмайсың деп екеуі тағы алыса кетеді. Бұл кезекте шайтан діндарды қақпақтай ұшырып кеудесіне мініп алады. Алған бетіңнен қайт, болмаса сені өлтірем, дейді. Амалы қалмаған діндар қолынан ештеңеге келмейтінін білген соң шайтанға, мені босатшы, бірақ мынаны түсіндір. Алғашында мен сені оңай жеңіп едім, енді қалайша жеңіле қалдым деп сауал тастайды. Алғашында сенің ынтаң, ниетің Алла үшін еді. Сондықтан Алла тағала саған жеңіс берді. Бірақ кейіннен ынтаң дүние үшін болды. Алтындар келмей қалды деп ашуландың, солай емес пе? Сондықтан мен сенен үстем түстім дейді.